Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен мандариннің пайдасы, зияны, кімдерге жеуге болады, кімдерге жеуге болмайды, және де өте ерекше құпиясы мандарин қорылдаудың басады екен. Сол туралы толық ақпаратты видеоның соңына дейін беріп өтемін. Маңызды сәттерді өткізіп алмау үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және де ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Мандариннің емдік қасиеттері жөтелге қарсы пайдалы, қысқа уақытта адам ағзасына пайдалы витаминдерге өте бай. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандариннің ішектің жұмысын жақсартып және тісті қатайтады. Сондай-ақ 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан, ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы болып келеді. Мандарин қабығы бронхитке, тері ауруларына, ұйқысыздыққа, іш өтуге және де жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Мандариндер сондай-ақ көңіл-күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін ғалымдар дәлелдеген. Сонымен қатар бұл жемістің құрамында лимон қышқылы да өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандариннің зияны туралы айтып өтейін. Қыс жақындаған кезде мандарин елімізде ең көп тұтынатын жеміске айналады. Иммунитетті көтеріп, ағзадағы токсинді заттарды шығуына ықпал етеді. Оның үстіне жеген адамның көңіл-күйі көтеріле түседі. Дегенмен біздің сүйікті жемісіміздің денсаулыққа кері әсер беретін тұстары да бар. Сонымен қатар мандариннің құрамында калория аз, С витаминіне бай. Диетологтар күніне 4 мандарин жеуге кеңес береді. Алайда цитрусқа аллергиясы бар адамдарға мандаринді жеуге болмайды. Мандаринді аш қарынға жеу денсаулыққа зиян келтіретінін ұмытпаған жөн. Мандаринді кешкі ас кезінде немесе ұйықтар алдында жегеннен көрі түсте тұтынған дұрыс. Мандаринді жемес бұрын жылы суға бір шайып алуға кеңес береміз. Жеміс ұзақ сақталу үшін түрлі химикаттармен өңделген болуы мүмкін. Мандариннің қабығы да өте пайдалы. Мұнда антиоксидант көп болады. Ал цитрусовый бөліктерін бөліп тұратын ақ талшықтарының құрамында қабынуға қарсы өте әсерлі лаваноид пен моветилин бар. Дегенмен әр нәрсенің өзінің шегі бар. Мандаринді көп жесеңіз, аллергиялық реакция өршіп, қарынның ісінуіне, асқазанның ішек жолдарының созылмалы ауруларының асқынуына әкеп соғады. Сонымен қатар мандариннің қабығы да пайдаңызға жарата жүріңіздер. Қабығының пайдасы жөнінде айтып өтейін. Ішіңіз кеуіп дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандариннің қабығын кофе ұнтақтағышқа салып, ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға бір шай қасықтан қосып жесеңіз өте пайдасын тигізеді. Екінші, кеңірдек қабынуы кезінде кептірілген ұнтақталған 2 ас қасық мандаринді 1,5 стакан қайнаған суға құйып, 5 минут баяу жанып тұрған отқа қойыңыз. Дайын болған тұнбаны күніне 2-3 рет тамақ ішерден алдын ала жарты сағат бұрын ішіңіз. Міндетті түрде жылытып ішу керек. Жөтел кезінде 2 ас қасық ұнтақталған қабыққа 1 стакан су құйып, 1 апта қараңғы жерге сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан алдын 20 тамшыдан тұтыныңыз. Егер де тырнақ тез сына берсе, тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртіңіз. Жүйкеңіз жұқарып, күйзеліске түскенде ұсақ-ұсақ туралған мандариннің қабығын кішкентай қапшыққа салып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Және де мандариннің хош иісімен демалыңыз. Жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшыраған болсаңыз, 1 стакан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдын осы әдіспен пайдалансаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Мандариннің қабығы қорылдауды қойдырады. Оқиға: жолдасым қатты қорылдайтын әдеті бар еді. Дауысы келесі бөлмеге дейін жететін. Енді соның емін таптым, деді жаңа келіншек. Емі: ұйықтар алдында мандариннің қабығын 1 кесек аузына салып 15 минут ары-бері шайнайды. Содан соң түкіріп тастайсыз. Осылай 3-5 рет жасасаңыз, түнгі ұйқыңызда қорылдамайсыз, әрі тіс қайрамайтын боласыз. Келесі кезекте мандаринді кімдерге жеуге болмайтыны туралы айтып өтейін. Мандаринді кімдерге жеуге болмайтынын диетологтар маманы айтты. Мандарин негізі витаминдерге өте бай. Дегенмен ас қорыту жүйесінде ақауы бар адамдарға зиян тигізуі мүмкін екен.
Сондай-ақ мандарин В, P, К және де Д дәрумендеріне өте бай. Құрамында минералдар, кальций, магний және де калий бар. Сонымен қатар мандарин тамаша жеміс болып саналады. Дәмі ғана емес, түсі, хош иісі адамда мереке сезімін тудырады екен. Дегенмен диетологтар сүйікті жаңа жыл жемісінің цитрус екенін және де аллергиялық реакция тудыратынын ескерген жөн дейді. Сонымен қатар мандаринді артық жеуге болмайды және де оны 2-3 жасқа дейінгі балаларға беруді қажет емес дейді диетологтар. Ас қорыту жүйесі ауруларында гастрит, колит, асқазан жарасы, ұйқы безі мен өт қабынуында проблемасы бар адамдарға қышқыл жемістер ұсынылмайды. Құрметті көрермендер, ал сіз мандаринді жиі тұтынасыздар ма? Төменде комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және де осы ақпараттар сіздерге пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, жанында қоңыраушаны все дегенге басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Ендеше назарларыңызға рахмет, пайдаларыңызға жарасын. Құрметті көрермендер, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Олар да мандариннің пайдасы мен зияны жайлы біле жүрсін. Баршаңыздың назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.